Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дегтярное мыло болмаса қара майлы сабын туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Кейбір косметикалық бұйымдар сымбатты көрінуге жол ашқанмен, оларды сатып алуға кез келген адамның қалтасы көтере бермейді. Бірақ косметикалық бұйымдардан кем болмайтын әрі қолжетімді бағамен сатылатын қара майлы сабыны бар. Қазіргі таңда қара майлы сабынға деген сұраныс күн сайын артуда. Себебі қара майлы сабынға деген нәзік жандылардың қызығушылығы басым. Қара майлы сабынның 90% жай сабыннан, ал 10% қайың қара майынан тұрады. Емдік қасиеттерге бай қайың қара майы псориаз, дерматит, сүйел, тағы басқа тері ауруларының алдын алып, бактерияларға төтеп береді. Қайың қара майы терідегі сызаттардың болмауына, жарақаттардың жазылуына ықпал етеді. Теріні күйік шалғанда да көмекке келеді. Беттегі қара дақтар мен безеулердің арылам десеңіз, тұрақты түрде қара майлы сабынды қолданыңыз. Қара майлы сабын тері ауруларына ғана емес, шаш күтіміне де өте пайдалы. Қайызғақтан арылам десеңіз, шашыңызды қара майлы сабынмен жуып тұрыңыз. Шашыңызды жуған кезде сабын суды қолданбас бұрын қара майлы сабынды қолданыңыз. Қара майлы сабын шашты жалтыратып, оның ұштанып түсуіне жол бермейді. Бас терісін қатайтып, шаштың өсіміне оң әсерін тигізеді. Қара майлы сабыннан ешқашан аллергия болмайды. Бұл сабын кез келген тері түріне жақсы жағады. Әсіресе құрғақ теріге өте пайдалы. Қара майлы сабынды жаз мезгілде сирек, ал қыс мезгілінде жиі қолдану керек. Себебі сабын қысты күні теріні суық аяздан сақтайды. Жаз мезгілінде сирек қолданудың себебі аптап ыстықта тері майлы болады. Сондықтан жаз күндері сабынды 2 рет қана қолдану керек. Косметикалық сабындарға қарағанда қара майлы сабын әлде қайда жақсы. Оның құрамында химиялық заттар болмайды. Бағасы да қолжетімді. Бір сабынның бағасы дәріханаларда 100-150 теңге құрайды. Ал сабынның сұйытылған түрі әлде қайда қымбатырақ. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен Ақжан.